Ассалаумағалейкум тағы да. Салам, қалайсыңыз тағы да. Сосын тағы қосымша айтарым. Дін таратқандарға әсіресе арабтарға, құрайыштықтарға әсіресе дін таратқан. Оларға ең керегі дін таратқасын ыңғайлы жүріп тұрғысы келеді. Қазір қол тимегесін инкубаторша физиология жасап, қысылып, кішкене қирағаттарын адасып қалғандарын түсінбеуі мүмкін арабтар. Сондықтан ол арабтардан дін сұрағанда ең бірінші ұнамды амалымына кепілдік беру керек. Амалдан гөрі. Әйтпесе ұнайтын амалдарыңды айт, өзіңді қоршап дұрыстап істеп береміз, өзіміз істеп береміз деп құртады. Тұрақты жұмыс, ыңғайлы тұрақты жұмыс, дінге ыңғайлы тұрақты жұмыс керек. Сосын барып дін таратады. Әйтпесе құртады келісімді. Қазір заман басқаша, көлік бар. Азаншы сияқты деп айтып құрту мүмкін, бірақ амалым керек. Аласталатын. Әйтпесе физиологияға мұқтаж болып қалған. Діндарлар қирағат үйреткенде, дін үйреткенде, кітап оқитын қол істеуі мүмкін, бірақ сонда да жаттығу, жадын аластайтын шаруасы болу керек. Оны сонда да. Сондықтан кабинет бері салады көбінесе, сол дұрысымыз. Сыртта да бір жұмыс болу керек, қосымша алысталады. Қорасы болу керек, әтеш, тауықтары сүйсініп тұратын. Әйтпесе Құран кітаппен дұрыс алысталмай қалады. Звонокпен алыстала салып, азаппен тартып барады дін үйретуге. Сондай қосымшалар болу керек негізінде дін таратқандарға кепілдікке. Бір жоқы болу керек кем дегенде. Әйтпесе дін тарат дейді да, әйді құртады. Өздерін қайда аңға барып келгендер біреулерге неше түрлі көрсетіп жүреді. Жайлау емес, аңды көрген біреулер аңға шыға салғандығын келген. Көп болса үйін кормить еткені жоқ. Аңшылар әсіресе өсекші болып оттап кетеді ғой. Аңның керегі жоқ қой қазіргі заманда аңға шығудың. Әсіресе аңшылар оттап кетеді. Сондықтан ол туралы. Жарайды, ол қазақ тұлпарыныкілер. Жай атқа тренировка жасап жүргенде аңшылыққа шығып үнемдеген, ал басқа арнайы аңға шығушылар оттап кетеді. Өсек тасып. Қайырылы, майырылы, кітапхананы өздеріне қаратып. Сол аңшыларды дұрыс емес. Крайне іздесе аңшы деп айтып беру. Неше жерден қайырылып жыртылып қалады. Аңшылық дұрыс емес. Жауап беру. Аңшылар оттап кеткен, алып тастаңдар. Келіспеймін. Мен келіспеймін. Жарайды, сіздерге шағым түсірмін ғой. Аңшыға қол істей алады, мен үлгерген. Қазақ тұлпарында жай іш пыспасын деп қашқан аңды қуа салады. Ал арнайы аңға шыққандар, оны мақтанып жыртылып қалғандар. Айтпап тұрмеңдер. Шығушы болмаңдар аңға. Олайынан. Аң өз бетімен жүре берсін. Жарайды, қару сынаған екенсің, қару атсаң ғана шық. Жарайды, ит сынаған екенсің көп болса. Басқаша енді тұзақ құрама, солар оттап кетіп отыр. Тұзақ құру, оттап кеткендер. Аңды тоқтатпаса аңа болды. Мақтанып жұртылып қалып тұр. Сол айтып жүрсін қосымша. Сосын арабтардың ставкасы болу керек. Құрайыштықтардың ыңғайын сұрауға ставкаларын азартымен жүре берсін. Қазір материал толып кетті ғой. Қолтыққа ыңғайлы материал, тор материал. Ұзын шапан келді ғой. Сосын андай сумканың, дорбаның видеосы бар. Дорба материал. Бірақ резинке тәпішкелер тұр. Қасында Борцовкидің фотороликтармен жинақталған.
соның барлығын жинақтап бір аяқ киім тігу керек та. Материалы шашылып кеткен. Мәсінің төменгі шешкей сияқты төменгі тұсқана төменге кетті. Жоғарғы қоншын анадай дорожный сумкамен істеу керек, өйткені ол сумка күс өткізбейді әдемі. Сосын төменіне неге салма көп болса резинке тапшкет теге салма, сондай бірдеңе қылуға болады. Үшеумен бірдеңе қылу керек. Сосын бортовка сияқты болу керек, ыңғайы бортиктан бортовка сияқты болу керек, ыңғайлы. Салыстыр қандай болсын десе. Сосын гипстің аяқ киімі бар. Солда ыңғайлы. Мәсіге гипстің аяқ киімді сыртынан кесіп алуға. Арнайы резинкеден тіккізіп алу керек оны да. Сол дұрыс керек амалдар солар. Мал бағуға шөп тұрып, мәсін сыртынан кесіп алып шөп тұра беруге болады. Бірақ жайлауды салыстырмаймын енді. Мәсімен ғана жүріп тұрма. Мәс керек емес, шаң жер. Бірақ ана дорожный сумка керек. Сол мәс сияқты. Сондай материалдарды жинап қойуға болады. Материал сумкалар шашылып кеткен, сол материал теріп аяқ киім тіккен дұрыс қайттан. Құрайыштықтан ыңғайлы аяқ киім. Мәскейдің сыртынан қайттан неге салуға болады. Мәс сияқты аяқ киімге салуға болады. Сосын сыртынан неге болады. Мәскейдің сыртынан шешке сияқты қайыс киіп болуға болады. Мәсік тартуға ыңғайлы. Сол айтамын. Ассалаумағалейкум, салам барлығыңа. Ассалаумағалейкум барлығыңа.